Жоғарыда біз қиямет күнінің үлкен белгілерінің бірі Яжуж және Мәжуж тайпаларының шығуы болады деп айтқанбыз. Осы тайпалар адамдар ма, әлде басқа жаратылыстар ма? Яжуж және Мәжуж адамдардан басқа ешкім емес. Олар өздерін қоршаған халықтар мен тайпаларға зиян тигізген адам ұрпақтарынан бір бұзақы пасық қауым болған. Сондықтан да басқа адамдар олардан қорған арқылы бекінуге мәжбүр болды. Яжуж және Мәжуж тайпалары мен басқа адамдар арасындағы бұл қорғанды сол заманда жерді басқарған Зүлқарнайн атты салиқалы патша салған болатын. Яжуж бен Мәжуж хикаясы Құран кәрімде келтірілген. Ол жерде былай деп айтылған: "Thumma atba'a sababa hatta idha balagha bayna as-saddayn wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Содан кейін ол Зүлқарнайн әрі қарай жол алды. Тіпті екі таудың арасына жеткен кезде сөзді түсіне алмайтын бір елді тапты. Олар: "Әй Зүлқарнайн, Яжуж бен Мәжуж бұл жерде бұзақылық істеуде. Саған салық төлесек, олар мен біздің арамызға бір бөгет жасайсың ба?" деді. Зүлқарнайн: "Раббымның маған бергені бұдан жақсырақ. Сендер маған күш көмегін жасаңдар, мен сендермен олардың арасына бір бөгет жасайын" деді. "Маған темір кесектерін әкеліңдер" деді. "Екі бауырайдың арасындағы кеңістік толтырылған кезде көріпсеңдер" деді. Ол оғыз секілді қып-қызыл болған сәтте маған еріген мыс әкеліңдер, үстіне құяйын деді. Сонда олар оны аса алмады да тесе де алмады. Зүлқарнайн: "Бұл Раббымнан бір мәрхамет. Қашан Раббымның уәдесі, яғни қиямет келсе, ол оны жермен жексен қылады. Сондай-ақ Раббымның уәдесі хақ" деді. Каһф сүресі 92-99